Қайырлы күн достар, бүгін пеште тандыр самса дайындайтын боламыз. Видеоны көрместен лүпіл басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын дайындау үшін 200 мл суға 2 шай қасық 9% уксус, 1 шай қасық тұз және де 2 ас қасық сұйық майды жақсылап араластырып, шамамен 650-700 грамм болатындай ұнмен араластырып, қатты қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Салмасын дайындау үшін пияз, құйрық май, етті ұсақтап турап, тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып жақсылап араластырамыз. Қамырды бірдей 10 бөлікке бөліп, қалыңдығы 1 см болатындай етіп жайып, ортасына салмасын салып, қатты бетін жабамыз. Видеода бекітудің 2 әдісін көрсететін боламын. Самсаны қатты бекітпесеңіз, барлық майы ағып кетеді. Дайындап болған соң, жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүтті араластырып, самсаның бетіне жағып, қалауыңызша күнжіт дәндерін сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут дайын болғанша пісіреміз. Осымен самсамыз дайын болды. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.